Сәлем баршаға. Бүгін жаңа пост бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Каналға тіркеле отырыңыздар. Алдыңғы сабақта айтқандай, енді Inexpert каргосы арқылы товар алдыру тиімдірек болды. Себебі тариф бізде $4-7 дейін төмендеді, және де ешқандай код карго қажет емес. Тек өзіңіздің Қазақстан адресін енгізіп, товарыңызды алдыра бересіздер. Егер сіздер бұрын Inexpert каргосының қолданушылары болсаңыздар, онда жаңа постты жай ғана обновление жасап, Play Market'тен жүктеп алсаңыздар болады. Ол жайында алдыңғы сабақта айтылған. Бұрын қосымша сізде болмаса, онда қайтадан тіркелу қажет болады. Қайта тіркелу үшін Google Play'ға жазып, немесе Chrome арқылы скачать етіп алсаңыздар болады. Googleға жазсам, менде жаңа пост кезет деп шығады. Үстінен басамыз. Жүктеліп жатыр қазір, ашылып. Осындай бет шығады. Тарифтері барлық көрсетілген, жұмыс уақыттары. Кіру дегенді басамыз үстіндегі. Менде кіріліп дайын тұр. Қазір қайта шығып сіздерге көрсетейін. Бұл, егер де сіз тіркелмеген болсаңыздар, осындай терезе шығады. Телефон нөміріңізді жазасыз, және пароль жазуларыңыз қажет. Егер парольді құпия сөзді ұмытып қалсаңыздар, SMS код арқылы қайтадан восстановить етіп алуға болады. Жаңа қолданушы болсаңыздар, міндетті түрде тіркелу деп басасыздар. Сол кезде Pinduoduo сайтынан тіркелген нөмірлеріңізді жазғаннан кейін SMS алу деп басуларыңыз қажет болады. Қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін, алайда менің нөмірім уже тіркеліп тұр. Телефон нөмірі тіркелген. Сол үшін мен кіру деп басамын. Нөмірімді жазамын. Парольді сақтап қойсаңыздар, өте ыңғайлы болады. Енді бұл бізде осындай басты бет ашылады жаңа постта. Бүкіл тапсырыстарыңыз шығып тұрады. Күтілуде неше товар. Әр товардың трек нөмірі тұр, товардың атауы, категориясы. Әзірге жолға шықпағандықтан салмағы өлшеген жоқ, сол себепті 0 кг деп тұр. Және де алынған күні тұр. Екінші қоймада, складта бізде қанша товар бар екен? Складта менде 2 товар тұр. Атауы товардың, салмағы, және де жеткізу құны бастапқысына дейін уже дайындап сіздерге көрсетіп қойған. Жолда әзірге товарлар жоқ, және шекарада 10 товар тұр. Тура жаңағыдай товардың трек нөмірі, атауы, алушының аты жөні, және доставкасы. Салмағын барлығын өлшеп сіздерге алдын ала шығарып қойған. Осы жерден шамамен товарыңыз келген кезде қанша теңге төлейтініңізді көре аласыздар. Шыққан күні барлығы тұр. Товар жеткізілген кезде бірінші сұрыптауға түседі. Одан кейін бөлімше деп шыққан кезде өздеріңіздің филиалдарыңыз бойынша барып алсаңыздар болады. Және ең соңында алынды деген бұл товарыңыз өз қолыңызға жеткен кезде қойылатын белгі. Осының үстіне тапсырысты қадағалау деген бар. Кез келген товардың трек нөмірін жазып, іздей берсеңіздер болады. Мысалға, мына товардың трек нөмірін жазып көрейік. Қоямыз. Барлық жүрген жолдары тұр. Сұрыптау қоймасына жеткізілді, батч құрылуда, жолға шықты, кедендік рәсімдеу аяқталды, және импорттық кедендік рәсімдеу басталды дегеніміз, ол уже Қазақстанға жол тартылған товардың белгісін көрсетеді. Филиал өзгерткілеріңіз келсе үстінде тұр.
егер қалаларыңыз мекен-жайларыңыз ауысатын болса, алушы дейді. Өзімнің аты жөнім тұр. Егер бұрын тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде жеке куәліктеріңізді енгізіп қоюларыңыз қажет болады. Ол үшін осы жерді басамыз. Сол жағын жеке деректер дегенге кіреміз. Менде аты жөнім барлығы дайын тұр. Сіздерде тіркелмесе қосу алушы деп басуларыңыз қажет болады. Сол кезде осындай терезе ашылады. Барлық графаны толтыру қажет болады. Телефон номері, облыс, қала, аудан, көше, үй түгел толығымен жазылуы қажет. Одан кейін жеке куәліктеріңіздің алдыңғы артқы жақтарын жүктеп, ең соңында электронды қол қоюларыңыз қажет болады.